қасиет қонған тағы бір әжеміздің әңгімесі есіме түседі. Енем екеуміз бір тойдан шығып, алдымыздан көрші көшеде тұратын әлгі келіншек аяқ ауыр екен, кездесіп қалды дейді. Әже өтіңіз деп еді, жоқ айналайын, сен өт деп айтты дейді. Мен таң қалдым дейді. Ол да мен сияқты келін, оған неменеге жол беріп жатыр дейді. Жоқ әже өтіңіз деп еді, жоқ айналайын, сен өте ғой деп. Сонымен әжеден сұрадым дейді. Мен сияқты келін ғой, оған неге жол бердіңіз деп. Аяқ ауыр әйел ғой. Мүмкін оның ішінде бір елдің көшін алға сүйрейтін азамат жатқан шығар деп сыйлап құрметтеп өткіздім деген екен. Біз қандай осындай ұлттық витаминдерге мұқтаж біздің организміміз, біздің санамыз, біздің жан дүниеміз. Аяғы ауыр жас келіншектің ішінде жатқан баладан үміт етіп, оған дұға қылып, міне жақсылықтың қадірін білу, міне болашаққа стимул. Айналайын қарындастарым, міне сіздер осындай әже болуларыңыз керек. Міне сіздер осындай елдің құты болатын, жұртқа тұғыр болатын, осындай аналарға айналуыңыз керек.